Сырникидің ең оңай рецептімен бөлісемін. 2 келі сүзбеге 3 жұмыртқаның сарысын, 3 ас қасық қант, жарты шай қасық ванильді қант, 3 ас қасық күріш ұнын қосып, жақсылап қолмен араластырып, күріш ұнын столдың бетіне сеуіп аламыз да, сүзбелі массамызды формаға келтіріп, әдемі сырникилар дайындаймыз. Доскалардың бетіне пленка немесе пергамент қағазын төсеп, сырникиларымызды тоңазытқышта қатырып аламыз. Содан кейін пакеттерге немесе арнайы вакуумный пакеттерге салып морозильникте сақтауға болады. Сез келген уақытта пісіріп, таңғы аста жесеңіздер немесе қонаққа ұсынсаңыздар таптырмайтын дәмді десерт әрі күнделікті белоктың нормасын қалыпқа келтіресіздер. Ұсынатын кезде түрлі тәтті жеміс-жидектерді қосып, немесе қаймақпен, сливкимен бірге ұсынсаңыздар өте керемет. Жасап көріңіздер, ас болсын.